Адам көп нәрсе айтпайды негізі. Психологияда да сондай. Мен негізі көп нәрсе айтпаймын мен. Сосын мен көп мынандай жылап сықтап, менде бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр дегенді өзім жан дүнием ұнатпайды. Маған ол ауыр тиетін сияқты сондай. Қиналыста жүрмін, бүйтіп жүрмін, бұндай болып жатыр менің өмірімде, сондай болып жатыр деп, маған ол керек емес. Сол себептен жасырын ұстайтын дүниелерім көп менің, бірақ оны не үшін айтам? Ол мен өзім жеке шаруам. Ондай нәрселерді айтудың да қажет жоқ. Сенің өміріңді дүйім жұрт талқылау дұрыс емес деп ойлаймын. Өз өміріңді талқылатып не қыласың? Бәрі талқылайды оны. До того өз өмірлерін ұмытып кетіп талқылайды еще. Өздерінде не болып жатқанын ұмытып кетіп талқылайды. Бала-шағасын ұмытып кетеді. Сосын бала-шағасының алдына шығып кетіп артық әңгіме айтып қояды өздері. Сол себептен айтпаған дұрыс деп ойлаймын. Одан да менің берер өнерім бар әлі, беретін киноларым бар. Сонымен жүре берген дұрыс деп ойлаймын. Ол бұрыннан қалыптасқан өзіңіздің табиғатыңыз ба? Жоқ әлде кейін атағыңыз шыққаннан кейін осылай шешімге келдіңіз ба? Негізі бұрыннан келе жатқан нәрсе ол. Өзім өмірімді айту аса бір қатты ұнамайды маған. Тіпті құрбыларыңызға, жақын адамдарыңызға мұңыңызды шағып, табиғатыңызда жоқ па? Ондай жоқ. Проблемаңды айтсаң жеңілдеп қаласың, негізі ішіңдегіні айту керек дейді. Мен оны айтпасам да өзім жеңіл сезінемін. Өйткені өз-өзіме айтамын мен. Өзіңізбен сөйлесесіз? Иә, өзіммен сөйлесем. Егер де өзіммен сөйлесе алмағанда, мүмкін біреуге айтар едім. Маған өзіммен сөйлескен ұнайды. Өзім шешімдер шығарам сосын. Жалпы мен құрбыларымда білетін шығар, көріп отырып, дұрыс айтады дейтін шығар. Құрбыларыма да мен ештеңе айтпаймын. Мен жалпы жылаңқы адам, ол жылаңқы адам емес шығар, ондай адам мүмкін. Білмеймін. Мен жыламсырап жүргенді ұнатпаймын. Өзіңізбен қалай сөйлесесіз? Дариға, не істейсің енді? Бұйрық қой ол. Демек сондай болу керек. Расымен болу керек қой. Тағдырға қарсы шыға алмаймын. Қалай десем де мен өз тағдырыма өзім қарсы шыға алмаймын. Сол себептен не қыламын? Өзім шеше алмаған дүниені, Жанар ханым, біреу шешіп бермейді маған. Аяғында бәрібір өзім шешем. Сол үшін ешкім шеше алмайтын болғанын не үшін айтамын? Сізде ішіме сыймай кетті деген дүние жоқ, иә? Ондай жоқ. Ішіме сыяды менің. Сол ішіме сыйып жүргеннен кейін сол тақырыппен сөйлесіп жүрген ұнайды маған. Ішіме сыймай кетті, давай бүгін барып демалайық. 100 граммда тайықшы дейтіндер болады ғой. Демалу керек, шаршап кеттім мен. Ең құрғанда барып билейікші дейді ғой. Мен жоқпын ондайға. Өзім қалсам маған күшті. Мынандай дүние бола ма? Кейде мен осы бір аяйтын, басымнан сипайтын біреу бола ма? Мейлі өзіңізбен сөйлескенде де сондай бір нәрсені қажет етесіз ба? Дариға, сен шаршап кеттің, қиналып кеттің ғой деп айтатындай. Жоқ әлде өзіңізге айтасыз ба оны? Мен өзіме айтам. Өзіме көп жаным ашиды. Өзіңізді өзіңіз аяйсыз ба? Өзімді өзім аяйым. Сосын хат жазам. Привет, Дариға. Уайымдама. Сен енді біреулер үшін өзіңді ұмытып кеткен шығарсың. Бірақ өзіңді қолға аласың сен. Сенің ақылың бар. Көмектескен ол біреуді жұбатқаның, ол өзіңнен айырылып қалуың емес. Ол сенің бір жүрегіңнің кеңдігі, Дариға. Деп өзіме өзім хат жазам көбінде. Сәлем, Дариға деп, сәлематсың ба, Дариға дейм, армысың, Дариға дейм, әртүрлі жаза беремін. Керемет екен. Құрметті қыз-келіншектер, осыны міндетті түрде өздеріңізге түртіп алыңыздар, иә, өте жақсы. Өзіңмен сөйлесу, менің ойымша, бұл Құдаймен сөйлесу. Мүмкін, білмеймін енді. Негізінде бір тылсым күш бар ғой. Ол кім, аты кім екенін білмейміз. Әйтеуір бір 18 мың ғаламды жаратқан бір тылсым күш бар. Енді құдіреті ары да ұрады, бері де ұрады кейде. Түсінбейсің, бірақ естиді. Есімі Құдай, Алла емес пе? Кім екенін білмеймін мен.
жалпылама жаратушы деп аламын. Керемет, күшті. Енді киноға келейік қайтадан. Сосын барып қайтадан тағы да Дариғаның ішкі пернелерін тағы да бір қағып көреміз, мүмкін тағы бірдеңелерін шығатын шығар. Жалпы осы кино түсірген кезде рекорд жасадыңыз, иә? Елдің барлығы шулады. Мен енді шоу-бизнеске аса жақындығым болмаса да, расымен мен көп нәрсені білмеймін. Шын айтсам, мен сіздің білетін затыңыз көп зато. Оқыған затыңыз көп. Мен мысалы сіздің киноңыздың 2 миллиардқа жуық қаражат жинағанын осы сіз сұхбатқа келердің алдында ғана білдім. Ұят, иә? Не, ештеңе іште жоқ. Сосын ойладым, қандай керемет, қандай күшті депші. Бүкіл сұхбаттарыңызды көріп шықты, мен